Қара қарақат аскарбин қышқылының құрамы бойынша жидек дақылдарының арасында көшбасшы болып табылады. Жидекті ерекше қышқыл дәмі мен ерекше хош иісі үшін көпшілік жақсы көреді. Қара қарақаттың пайдалы қасиеттері және қолдануға қарсы көрсеткіштер өзара байланысты. Құрамындағы элементтер адам ағзасына белсенді әсер береді. Сіздермен бірге дертке дау арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Қарақат, яғни смородина, қара және қызыл болып екіге бөлінеді. Екеуінің де тағамдық жемістік қасиетімен қоса дәрілік ерекшелігі бар. Ол зәр жолдарында тас байлануға, қуық қабынуға дәрі болады. Қарақаттың жаңа сығылған шырынын ұмытшақтықты бастыратын, қан қысымын реттейтін, жүрек қан тамырларының жүрек құлақшасы мен жүйкесіне әсер ететін дәрі ретінде тиімді қолданады. Оның биіктігі 1,5 метрге дейін жетеді. Бір түптен бірнеше сабақ шығарып, жапырақтары жазылған алақан тәрізді, жиектері шағын ара тісті болып келеді. Қарақаттан дәрі жасау үшін жемісін, жапырағын, жас бұтақтарын қолданады. Оның құрамында С, пи дәрумені, қант, фосфор қышқылы, илік заттар, каротин, эфир майлары, калий, фосфор тұздары, темір бар. Халық медицинасында қарақатта ежелден тер шығаратын, зәрді айдап ісікті қайтаратын, іштің өтуін тоқтататын дәрі ретінде қолданып, атап айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізген. Жапырақтарымен ревматизмді, шор буынды, лимфа бездерінің туберкулезінде емдеген. Қарақаттың жаңа сығылған шырынымен адам ағзасындағы зат алмасуды реттеу үшін күн сайын 1 стаканнан 2-3-ке бөліп ішіп отырса, пайдалы екенін уақыттың өзі көрсетті. Қызылқат және қарақаттан жасалған қоймалжың тұнбамен асқазан ішек жолдарының ауруларын, асқазан сөлінің кеміп кетуін күн сайын 200-300 грамм таза шырынмен емдейді. Суықтан тұмау тиіп, тыныс жолдарының жұмыс қабілеті төмендеп кеткен жағдайда 2 ас қасық қарақат жемісін 300 грамм қайнап тұрған суға салып, тағы да 10 минут ақырын қайнатады. Жарты сағат бұқтырады. Осыны астан 15-20 минут бұрын әр жолы 2 ас қасықтан ішеді. Күніне 3 рет. Бір емделу барысы 15 күн. Жапырақтар мен жас бұтақтары өт жолдарының тасын түсіретін шөптерге қосылады. Бұл жемістердің ешқандай оты болмағандықтан қалағанынша жеп, қалағаныңша істеуге болады. Бүйрек ауырып, зәр жүрмей қалған кезде 1 ас қасық қарақат жапырағын 300 грамм қайнап тұрған суға салып, 30 минут бұқтырады. Осыдан ас алдында жарты стаканын ішеді. Құлақтан ірің аққан кезде 2 ас қасық кептірілген жапырақты 500 грамм қайнап тұрған суға салып, 30 минут бұқтырады. Осыны жарты стаканнан 4 мезгіл қабылдайды. Неліктен қара қарақат әйел ағзасына пайдалы? Жалпы қасиеттерден басқа, жидектер оларды үнемі тұтынған жағдайда жоғары мамандандырылған әсерге ие. Олардың бірін әйелдерде етеккір алдындағы синдромның көріністерін азайтудың сапасыз деп атауға болады. Бұл эфир майларының ерекше әсеріне байланысты. Сонымен қатар жеміс мигрен түрінде бас ауруын азайтады. Бұл әйелдер популяциясына әсер береді. Бірнеше жидек сіздің көңіл күйіңізді жақсара алады. Әйелдер үшін керемет бонус. Бұл қарақаттың терінің, шаштың, тырнақтың күйіне қосымша әсері. Бұл қасиет В тобындағы дәрумендердің құрамымен оңай түсіндіріледі. Қара қарақаттың ерлерге арналған пайдалы қасиеттері. Қара қарақат құрамында май қышқылдарына бай ұсақ тұқымдар бар. Бұл элементтер ерлердің потенциалы оң әсер береді. Сонымен қатар диуретикалық әсер несеп жыныс жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Жүктілік кезінде, қара қарақат жүктілік кезінде денеге өте жақсы, бірақ кейде диаметралды қарсы нәтиже шығара алады. Оң нәтиже блосымдық жүкті әйелге стресс, босану үшін денені дайындауға көмектеседі. Денені барлық қажетті заттармен, дәрумендер, минералдарға байытады. Иммундық жүйені нығайтады, қысымды қалыпқа келтіреді, ісікті жояды, анемиядан қорғайды.
қара қарақатты тамақтану кезінде мұқият болу керек. Өз дәрігеріңізбен кеңесіп алыңыз. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатты болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.